Ел экономикасының дамуы үшін техникалық бағыттағы білікті мамандардың орны ерекше. Әсіресе технологиялық және инженерлік салаларда кәсіби кадрларға сұраныс жыл сайын артып келеді. Осы бағытта маман даярлап отырған оқу орындарының бірі Дмитрий Менделеев университетінің Тараз филиалы. Қазір мұнда жаңа оқу жылына талапкерлерді қабылдау науқаны жүріп жатыр. Жыл сайын техникалық және инженерлік мамандықтарға сұраныс артып келеді. Осы орайда Менделеев университетінің филиалында 2026-2027 оқу жылына құжат өткізу науқаны жалғасуда. Арнайы комиссия талапкерлерге білім беру бағдарламалары, мемлекеттік гранттар және оқуға түсу талаптары бойынша кеңес береді. Биыл мұнда 100 мемлекеттік грант бөлінген. Оқуға түсу үшін ұбытының шекті балы 50 болу шарт. Талапкерлер химия, физика немесе химия, биология, бейіндік пәндері бойынша конкурсқа да қатыса алады екен. Бүгінде еңбек нарығында химия, технология, одан кейін инженерлік мамандықтар өте керек және сұранысқа қатты ие. Енді біздің филиалда 3 мамандық бойынша оқу бағдарламалары бар. Солардың ішінде 2 мамандық өте қатты сұранысқа ие. Химия, биорганикалық заттардың химиялық технологиясы және екіншісі аналитикалық химия. Бізде биылдыққа 100 мемлекеттік білім беру гранты бөлінді осы 2 мамандыққа. Филиалда биоорганикалық заттардың химиялық технологиясы, аналитикалық химия және қоршаған ортаны инженерлік қорғау білім беру бағдарламалары бойынша мамандар даярланады. Оқу барысында студенттер заманауи зертханаларда тәжірибелік сынақтардан өтіп, өндірістік практикаға қатысады. Сондай-ақ қос дипломды білім беру және академиялық ұтқырлық бағдарламалары қарастырылған. Я выбрала этот университет, потому что здесь происходит обучение. Бұл университетті таңдауыма мұнда білім беру Ресейдің білім беру стандарттарына сәйкес жүргізілетіні және оқу аяқталғаннан кейін 2 диплом алу мүмкіндігі себеп болды. Яғни түлектер Тараз филиалының дипломымен қатар Ресейдегі серіктестік жоғары оқу орнының дипломына да ие болады. Бірінші кезең 20 маусым және 14 шілде аралығында қамтылса, екіншісі 26 шілде мен 9 тамыз аралығында жүргізіледі. Комиссия мәліметінше талапкерлер мен олардың ата-аналары оқу бағдарламалары, гранттар мен түсу шарттары бойынша толық ақпаратты тікелей университеттен ала алады. Назерке Бергенғали, Елдар Тістікбай, Қордай 24 News.